Достар сәлем, менің есімім Жанар, менің каналыма қош келдіңіздер деймін. Бүгін мен сіздерге мотивациялы хат және оның жазылу үлгісі жөнінде айтқым келіп отыр. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Мотивациялы хат туралы айтқанда, ең бірінші оның не екеніне тоқталғым келеді. Жалпы мотивациялы хат дегеніміз ол жоғары оқу орнына тапсырған кезде сізге қажетті ең маңызды құжаттардың бірі. Өйткені мотивациялы хатта сіз өзіңіз туралы барлық ақпаратты ұсынасыз және неліктен дәл осы жоғары оқу орнына сіз лайықтысыз деген сұрақтың жауабын осы құжатта бересіз. Мотивациялы хат көбіне А4 форматында бір немесе 1,5 бет максимум болуы мүмкін, яғни болуы керек. Мотивациялы хат магистратураға, бакалаврға, тіпті докторантураға тапсырушылар үшін де қажет құжат болып есептеледі. Құжат ағылшын тілінде personal statement немесе motivation letter деп те айтылуы мүмкін. Мотивациялы хатта сіздер өзіңіздің жетістіктеріңіз туралы, жалпы өзіңіз туралы барлық ақпаратты жазасыз және неге сіз осы грантқа лайықтысыз, неге осы университеттің таңдауы сізге түсуі керек деген сұрақтың жауабын жазуыңыз тиіс. Мотивациялы хаттың құрылымына тоқталсақ, мотивациялы хат көбіне жалпы 3 бөлімнен тұрады. Бірінші кіріспе бөлім, екінші негізгі бөлім және үшінші қорытынды бөлім. Бірінші кіріспе бөлімде сіз өзіңіздің аты жөніңізді, қай жерде оқыдыңыз, қандай мектепті бітірдіңіз, немесе қандай жоғары оқу орнын бітірдіңіз, немесе соңғы жұмыс істеген орныңыз, осындай қысқаша ақпаратты бересіз. Ал негізгі бөлім бұл жерде барлық сұрақтардың жауабы құрылымды түрде, яғни жазылуы тиіс бөлім болып саналады. Бұл жерде көп сұрақтың жауабын ашып жазасыз, яғни неліктен дәл осы грантқа сіз қызығушылық танытып отырсыз, бұл гранттың маңызы сіз үшін неде, сіздің мамандығыңызбен қандай байланысы бар бұл мамандықтың, егер магистратура, докторантураға тапсыратын болсаңыз, неліктен дәл осы грантты сіз таңдап отырсыз, неліктен жоғары оқу орнын шетелден таңдап отырсыз деген сыңайлы, яғни неліктен, неге сіз осы грантқа сайсыз деген сұрақтың төңірегінде комиссия мүшелеріне сіз өзіңіздің біліктілігіңізді дәлелдеуіңіз керек. Сонымен қатар, сіз осы мотивациялы хатта осы грантты, осы жоғары оқу орнын сіз таңдап отқан бітіргеннен кейін қандай карьералық, яғни жетістіктерді күтесіз, немесе қандай салада жұмыс істегіңіз келеді, қандай салаға қызығушылық танытасыз, қандай зерттеулер жүргізгіңіз келеді. Осындай сұрақтардың барлығына анық, дәл, қысқа нұсқа етіп жауап беруіңіз керек. Және мотивациялы хаттың тіліне тоқталса, ол сондай бір күрделі тілмен жазылмауы тиіс, меніңше, түсінікті, мейлінше қарапайым, яғни таза тілмен жазылғаны дұрыс. Яғни сіз осы мотивациялы хатыңыз арқылы сол университетке жыл сайын мыңдаған, жүздеген талапкерлерден келіп түсетін мотивациялы хаттардан өзіңіздің ерекшелігіңізді, сол талапкерлерден жеке сіздің қандай ерекшеліктеріңіз, қасиетіңіз, біліктілігіңіз бар, осыны дәлелдеуіңіз керек. Неғұрлым шын жазу керек. Яғни мотивациялы хатта өзіңізді өзіңіз мақтайсыз ғой, мысалы, профессионалды түрде мақтауыңыз керек. Сол мақтаған кезде де там бір сондай әсірелеп, немесе анекдоттар, сондай бірдемелерді қосып қажеті жоқ. Бір суреттер, диаграммалар, ондай ештеңе талап етілмейді. Неғұрлым қарапайым, кәсіби тілде және түрде өзіңіз туралы қысқаша эссе, яғни әңгіме болуы керек. Мотивациялы хатты жазған кезде мейлінше жаңағы ресми және сыпайы тілді қолдануға тырысыңыз. Соңында менің кандидатурамды қарастырғаныңыз үшін, сіздің уақытыңыз үшін алғысымды білдіремін деген сияқты сондай мағынадағы сөйлемдерді жазып кетуге болады. Енді қорытындылай келгенде, жалпы мотивациялы хат ол сіздің сол грантты жеңіп алуға деген, сол грантта оқуға деген, университетте оқуға деген ішкі, сыртқы барлық, яғни мотивацияңызды білдіреді, сіздің мақсатыңызды білдіреді. Сондықтан бұл хатқа, бұл құжатқа бір күннің ішінде отырып жаза салу емес, бірнеше күн ойланып жүріп, бір дүниелерді түртіп жүріп, яғни бір апталап тіпті жазуға да болады менің ойымша. Эссеңіз неғұрлым ақпаратты болу керек, бос сөз болмау керек ішінде.
және сол құрылымды сақтауыңыз керек міндетті түрде. Сонымен қатар жоғары оқу орнының талаптарын да ескеруіңіз керек. Яғни олар қандай талаптар қояды, сол талаптарды мұқият оқып шығып, сол талаптарға сай дүниелерді жазуыңыз керек. Сонымен достар, мотивациялық хат туралы қысқаша ақпарат осында. Егер қажет болса, комментарийде мен сіздерге ағылшынша немесе орыс тілінде немесе қазақ тілінде жазылған мотивациялық хаттардың үлгілерін қалдырып кете аламын. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Және дәл қазіргі уақыт шетелдік гранттарға тапсыру уақыты екенін тағы да ескерткім келеді. Ендеше дедлайндарды жіберіп алмай, осы уақытта жоғары оқу орындарына тапсырыңыздар. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.